Назарбаев әулетінің былықтары шетінен ашылып жатыр. Бұған дейін экс-президенттің бауырларының қаңтар оқиғасында жасаған бүліктері туралы ақпарат берсек, кезегенді қыздарына жетті. Нұрсұлтан Назарбаевтың еркет отайлары қайда? Саясатпен айналсап күйіп пісіп жүретін Дариға Құлыбаев дейтін бірінші байдың бәйбішесі Динара, өзінше бизнес-вумен атанған Әлиядан қазір хабар жоқ. Есесіне олардың қолымен жасаған біраз былықтың беті әшкере болып жатыр. Президент әкесінің тұсында үш сылқым әбден құтырды емес пе? Мәселен, ескі көліктерді жинаумен айналысады деген оператор Роб компаниясының басында отырғандар бірінен соң бірі ұсталып жатыр. Ал оның бас құрылтайшысы Әлия Назарбаева. Бірақ ол сытылып кетті. Куәгерлер миллиардтаған ақшаны есеп шотына аударғанын дәлелдегенмен, неге экс-президенттің кіші қызы ерке қызын ұстау мүмкін болмай тұр? Қазақстанның соты бұрынғы президенттің отбасын әлі қорғап жүрме? Көрген дұрыс көрермені, мұның бәрін сізге көрген дұрыс. Ескінің былықтарын толық ашып қана жаңа Қазақстан құраламыз. Арнаға тіркеліп, жасаған зерттеуімізге баға беріңіздер. Комментте қалдырып, кері байланыс орнатыңыз. Бұл үшін алдын ала рахмет сізге. Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға. Баяғы бір өткен заманда нақтыласақ 90 жылдардың басында Қазақстан билігінің тағына Нұрсұлтан Назарбаев дейтін хан отырады. Әлгі ханның үш қызы болғанын білесіздер. Ресми әрине, әйтпесе ханда ұлдары да бар деседі. Сонымен хикаяның әлқисасы хан әкелері билікте тұрған тұсында әлгі үш қыз дүркіреп тұрғаны бар. Үлкен қыз Дариға Назарбаева түрлі лауазымда отырды. Тіпті сенат спикеріне дейін лауазымы жетті. Ал бұл хан өлсе автоматты түрде таққа отыруға мүмкіндік беретін кресло. Партия ашып біраз ойнағаны әлі елесінде. Қазір ол науқас балаларға көмек көрсететін қор ашып, сонда жұмыста жүр екен. Ханның екінші қызы Динара, әрине көпшілік алдына шыға бермейтін персонаж. Есесіне күйеуі нағыз олигарх Тимур Құлыбаев, медиа магнат, Forbes тізімінен түспей келе жатқан Қазақстан байлығының 50%-ын иеленетін 162 байдың бірі. Әрі алдындағысы. Деректерге қарағанда Динара Назарбаева қазір Швейцарияда анасы Сараның қасында тұрады. Ал енді ханның үшінші қызы осы шығарылымды дайындауға себепші болған Назарбаевтың еркесі Әлия Назарбаева жайында кеңінен тоқталайық. Кезінде шетелде оқып, Қазақстанға келіп экологиялық проблемаларды қаузап жүрген естеріңізде шығар. Сөйтсек, оның да өз ойлағаны бар екен. Әлия Назарбаева ескі көліктерді өтелге жіберетін компания ашып, құрылтайшысы болып алған. Қаңтар дүрбелеңінен кейін әлгі оператор Робтың басына қара күн туды. Артына антикор түсті. Ақырында басшылары аса үлкен мөлшерде пара алды деп айыпталып ұсталды. Компания директоры Руслан Шамшиев өз-өзіне қол салды. Экология вице-министрі Ахметжан Пірімқұлов пен оператор Роб басқарма төрағасы Медет Құмарғалиев қамауға алынды. Кейіннен компанияның бұрынғы бас директоры Светлана Коротенко да тергеу изоляторына тартылды. Оларға 6 оқы шығаратын зауыт саламыз деп ақша алып, 180 миллиард теңгені ұрламақ болды деген айып тағылған. 6 сәуірдегі іс бойынша алдын ала тыңдау кезінде адвокаттар 2015 жылы компанияны құру туралы шешім қабылдаған бірден-бір адам экс-президенттің қызы екенін айтады. Одан да жауап алуды сұраған. Тергеушілер оператор Роб қызметкерлері артық шығындарды инвестициялық саясат бағдарламасына негізсіз қосқан деп санайды. Оның ішінде Әлия Назарбаеваның компаниясы осы зауыттарға жұмсауды жоспарлаған 180 миллиард теңгенің тағдыры дәл сондай болған. Прокурордың пайымынша, ÖKM операторының инвестициялық жобаларын өткізіп берген Пірімқұлов қылмыс жасауға жол ашқан. Айыптау актісін оқыған прокурордың айтуынша, Клейн Сити НС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Руслан Ахметовтың шоттарына оператор Робтан 1,7 миллиард теңге көлемінде қаражат түскен. Ол жыл бойы ақша ұрлаумен айналысқан. Ұрланған ақшаны Ахметов кейін оператор Робтың бұрынғы қаржы директоры Руслан Темірбекке тапсырған. Бір жыл ішінде 514 миллион 42.120 теңге заңсыз шығарылды. Ай сайын ақша көлік тұрағындағы кофеханада Темірбекке беріліп отырған. Жалпы Ахметов бір жыл ішінде Темірбекке 476 миллион теңге берді. Бұл ұрланған жалпы соманың 93%. 2018 жылдың 4 мамырында Ахметов өз әрекеттерінің заңсыздығын сезіне отырып, Клейн Сити НС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бухгалтериясынан оператор Роб жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне түскен қаражатта 9 миллион теңгеден 3 түрлі жеке шоттарын аударуға нұсқау береді. Осылайша 27 миллион теңге шығарылды. Осыдан кейін Ахметов ақшаны Темірбекке одан әрі беру мақсатында екінші деңгейдегі банктер арқылы бірден қолма-қол ақшаға айналдырды.
Оператор Роптың ісі аса күрделі істердің тізімінде. Айыптаушылардың сөздері айналып келіп Әлия Назарбаеваға келіп тіреліп тұр. Алайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сотқа дейінгі тергеп-тексеру қызметінің басшысы Қанат Сүлейменов Әлия Назарбаеваның есімі қылмыстық істе аталмаған дейді. Сол себепті оны жауапқа тарту мүмкін болмай тұр. Құрметті көрермен, сіздерге түсінікті болу үшін утиль алым жинайтын компания жайлы бірер сөз. Бұған дейін бір топ белсенділер утиль алымның мөлшерін төмендету үшін біраз жүгірді. Әзер дегенде ол алымды 50%-ға түсірді. Алайда көлікті елге тіркеп, немесе ескі көліктерді өткізу үшін сізбен бізден жиналған ақша далаға кетіп жатыр ма, әлде біреудің қалтасында кетті ме түсініксіз. Утиль алымнан түскен қаражаттың 0,4% ғана экологияға, ал қалған 99,6%, яғни 259 миллиард теңге Роман Скляр кураторлық ететін бағыт көлік құрастыруға кеткен. Яғни 259 миллиард теңге автоолигархтар Нұрлан Смағұлов, Андрей Лаврентьевке құйылды десе болады. Олардың утильге қандай қатысы бар екені қазақ парадоксының шешілмеген жұмбақтарының бірі. Жақында ғана қоғам белсендісі Санжар Боқаев Қостанайдағы ауыл шаруашылығы техникасын қабылдайтын орталыққа барып қайтты. 2021 жылы премьер-министр Асқар Маминнің өзі барып ашылуын жасаған. Утиль алым қабылдайтын мекеме мүлдем іске қосылмаған болып шықты. Ал оған бюджеттен 5 миллиард теңге бағытталған еді. Парақорлардың ақша жасайтын схемасы міне осындай болып тұр. Осыған қарап, ескі көлік саудасын май-шелпекке айналдырып алғандарға заң жоқ па дерсіз. Біздің арнаның дамуы үшін сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Лайк басып, таныстарыңызға тарата отырыңыз. Алдағы болатын үлкен шығарылымдарды сізге көрген дұрыс.